Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 12-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 22 маусым сенбі күні Петропавл қаласындағы Қарасай стадионында жергілікті Қызылжар командасы елордалық Астананы қабылдады. Соңғы кезде оң нәтиже көрсете алмай жүрген бұл командалардың арасындағы сылбыр өткен осы ойында қауіпті сәттер жоқтың қасы болды. Дегенмен ойынның аяқ жағына қарай Астана пенальти тебу құқығына ие болды. Оны Елхан Астанов сәтті орындап, матчтағы жалғыз голдың авторы атанды. Қорытынды есеп 0-1 Астананың минималды жеңісі. 22 маусымда сондай-ақ Талдықорған қаласында жергілікті Жетісу мен Қызылордалық Қайсар арасындағы матчта өткен болатын. Бұл ойын жақсы тартысты өтті. Ойынның алғашқы бөлігінде Қайсар қауіптірек шабуылдар жасады. Олар 2-ші минутта есепті де ашқан болатын. Командаласының пасын тиімді пайдаланған белорусиялық футболшы Валерий Громыко Қайсар командасын есепте алға шығарды. Алаң иелері ойынның тізгінін қолдарына алып 21-ші минутта есепті теңестірді. Гол салып көзге түскен Жетісу командасының капитаны Серікжан Мұжықов. Бірінші таймның аяқ жағында Мұжықовқа қарсы тәртіп бұзылып, Қайсар командасының қақпасына пенальти белгіленеді. Оны орындауға Серікжанның өзі барған болатын, бірақ ол Қайсардың ресейлік қақпашысы Степан Сикачтан айласын асыра алмады. Екінші таймда айып алаңда қолмен ойнағаны үшін Жетісу командасының қақпасына да пенальти белгіленеді. Оны орындауға барған Валерий Громыко да Жетісудың ресейлік қақпашысы Арсен Сеукаевтан айласын асыра алмады. Дегенмен Қайсар командасы ойынның 66-ші минутында тағы да есепте алға шығады. Командаласының берген пасын голға айналдырған белорус Руслан Юденков болды. Осы 1-2 есебі матч соңына дейін өзгермеді. Қайсардың сырт алаңдағы жеңісі. 23 маусым жексенбі күні осыдан 4 күн бұрын Қазақстан кубогы үшін болған матчта кездескен Атырау мен Тобыл командалары тағы да Атырау қаласында кездесті. Екі командада да гол салатын жақсы мүмкіндіктер болды. Бірақ қарсыластар өз мүмкіндіктерін голға айналдыра алмай, матч 0-0 есебімен аяқталды. Қарағанды қаласында астаналық жеңіс Шымкенттік Ордабасы командасын қабылдаған болатын. Әрине бұл матчта фаворит шымкенттіктер болды. Десек те астаналықтар бірінші болып есеп ашты. Ойынның 16-ші минутында жеңістің хорватиялық ойыншысы Марин Беланчич айып соққысын орындау барысында көзге түсті. Үзіліске осы 1-0 есебімен кетеміз деп отырғанда, бірінші таймға қосылған қосымша уақыттың ішінде Ордабасы командасы 1 емес 2 гол салып есепте алға шығып кетеді. Бірінші гамбиялық футболшы Дембо Дарбо көзге түседі.
Ал ортабасының екінші голын соққан оның бразилиялық қорғаушысы Режиналдо Лопес де Жезус. Үзілістен кейін екінші таймда Еркебұлан Тұңғышбаев өзінің кезекті голын салып, есепті 3-1 қылады. Осы 3-1 есебі матчтың қорытынды есебі болып қалды. Ал Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда жергілікті Ақтөбе командасы Қарағандылық Шахтерді қабылдады. Матчтың айқын фавориті әрине Ақтөбе командасы болды. Бірақ олар сауатты қорғанған кеншілердің қорғанысын біразға дейін бұза алмады. Екінші таймда ойынның 70-ші минутында доминикандық Дорни Ромероның жеке шеберлігінің арқасында Ақтөбе командасы есепте алға шықты. Ромероның голы осы матчтағы жалғыз гол болып, Ақтөбе минималды жеңіске жетіп, 3 ұпайларына қол жеткізді. Шымкенттегі Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадионда түркістандық Тұран семейлік Елімайды қабылдады. Семейліктер ойын тізгінін өз қолдарына алды және 33-ші минутта олар есеп ашты. Еркебұлан Нұрғалиевтің алыстан тепкен добы жолшыбай Дмитрий Яшинға тиіп, бағытын өзгертеді де гол болады. Ал 44-ші минутта Тұранның хорватиялық ойыншысы Айып добын керемет орындап есепті теңестіреді. Дегенмен бірінші тайм аяқталар тұста Сергей Кейлердің жойқын соққысынан кейін Елімай командасы тағы да алға шығады. Оның үстіне Тұранның сербиялық ойыншысы Марко Николич тәртіп бұзып алаңнан қуылады. 10 ойыншы болып қалған Тұран командасы намысқа тырысып 90+4-ші минутта есепті теңестіреді. Гол авторы Тұранның эстониялық футболшысы Артем Дмитриев. Қорытынды есеп 2-2 Тұранның жігерлі тең ойыны. Енді назарларыңызға 12-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Көш басында Ақтөбе мен Шымкенттік Ордабасы командалары қала берді. Оларда енді 22 ұпайдан бар. 18 ұпайдан иеленген Алматылық Қайрат пен Семейлік Елімай кестедегі 3-ші және 4-ші орындарды бөлісуде. Көш соңында бұл турда ұпай ала алмаған Шахтер командасы 7 ұпаймен қала берді. Сұрмергендер тізімін ақтөбелік Максим Самородов пен қызылордалық Валерий Громыко бастап келеді.
Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 12-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 13-ші тур ойындары бір аптадан кейін, яғни 29 және 30 маусым күндері өтеді. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.